Жарылғыш заттар 19 ғасырдан бастап тарих сахнасына шыға бастады. Қазіргі заманымызға дейін көптеген жарылыстарды көріп, немесе естіп келе жатырмыз. Назарларыңызға камераға түсіп қалған ең үлкен де қорқынышты жарылыстарды ұсынып, сіздермен бірге осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Достар, видео басталмай тұрып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарыңызға кино тарихындағы қолдан жасалған ең үлкен жарылыс 25 тамыз 2015 жылға түсірілген Агент 007 киносының соңғы бөлімдеріне көре аламыз. Бұл жарылысқа 8418 пиротехника қолданылған. Бұл Гиннестің рекордтар кітабына кірген кинодағы ең үлкен жарылыс. Ең үлкен жарылыс Қытайдың Цзянзан қаласындағы заводта болған. Онда 100 адам қаза болып, 500-ге жуық адам жарақат алған. Жарылыстың салдарынан $1 миллион зардап келген. Yeah, we're dangerous. Oh my God! Oh dear! Are you filming? Yes, I'm filming. Wow! Wow! I think we are dangerous. Let's go. 7 мамыр 2009 жыл таңғы сағат 11-лерде Шымкенттегі Тассай ауданында газ құю бекетіндегі 2 цистерна жарылған. Жарылыстан 1 адам ауыр жарақат алған. Obrigado, vai Бесінші тамыз 2019 жылы Россияның Краснояр қаласындағы қару-жарақ қоймасы жарылады. Жарылыстан зардап шеккендер болмаған. Жарылыс таңғы сағат 6-лар шамасында басталып, бір күн тоқтамай жарылған. Бірінші орында Арыстағы қару-жарақ қоймасындағы жарылыс алып тұр. Жарылыстан 1 адам қаза тауып, 11 адам зардап шеккен. Сіз қалай ойлайсыз? Ойыңызды міндетті түрде комментарийға қалдырыңыз. Достар, бұл тақырыпты да сіздермен бірге талқыладық деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, міндетті түрде подписаться етіп кетіңіз.